Құрметті ата-аналар, баланың эмоциялық дамуы мен оны қолдау мәселесі қазіргі қоғамда өте маңызды тақырыптардың бірі. Баланың эмоциялық дамуы оның психологиялық денсаулығының негізі болып табылады. Эмоциялармен жұмыс істеу, оларды түсіну және басқару баланың болашақта дұрыс өмір сүруіне ықпал ететін маңызды аспектілердің бірі. Сондықтан әрбір ата-ана мен тәрбиеші баланың эмоциясын дұрыс басқаруды үйрену процесіне ерекше назар аудару керек. Ең бірінші, баламен өз сезімдеріңіз туралы сөйлесіңіз. Егер сіз өз эмоцияларыңызды ашық білдірсеңіз, бала оларды түсініп, оларды қалай басқару керектігін үйренеді. Эмоциялар туралы сөйлесу оған сенімділік береді және ол өз сезімдерін түсініп, оларды дұрыс көрсетуге дағдыланады. Бағалау пікірлерінен аулақ болыңыз. Баланың іс-әрекеттерін бағалаудың орнына оған сұрақтар қойыңыз. Бұл оның өз пікірін айтуға мүмкіндік береді және ол өзгелердің бағалауына тәуелді болмайды. Сіздің міндетіңіз баланың ойы мен пікірін құрметтеу және оны дұрыс шешім қабылдауға ынталандыру. Қиын эмоциялармен күресуге көмектесіңіз. Жүйелі түрде тыныс алу жаттығулары немесе физикалық белсенділік эмоцияларды басқаруға көмектеседі. Шығармашылықпен айналысыңыз. Сурет салу, би билеу немесе ән айту. Баламен бірге шығармашылық әрекеттер жасау арқылы ол сезімдерін сөздерсіз білдіруге дағдыланады және эмоционалдық интеллектісін дамытады. Қиын жағдайларда эмоцияларын түсінуге көмектесіңіз. Балаңызға эмоцияларын дұрыс түсінуге және оларды басқаруға көмектесу үшін оның сезімдерін қабылдаңыз. Баланы эмоциялармен күресуге үйретудің бір жолы оны өз сезімдерін бақылауға үйрету. Мысалы, тыныс алу арқылы немесе кішкене қозғалыстар жасау арқылы және де ойын арқылы бала өз эмоцияларын сезінуге және оларды дұрыс бағытта көрсетуге үйренеді. Сіздерге бірінші ұсынып отқан эмоция қорабы ойын арқылы бала өз эмоциясын білдіріп, оны тыныштандыру әдістерін үйренеді. Мұндай ойындар балалар үшін өте тиімді, өйткені олар эмоцияларын білдіру және басқару әдістерін жеңіл әрі қызықты түрде меңгереді. Балалар үшін эмоцияларды жеңудің тиімді тәсілі тыныс алу жаттығуларын пайдалану. Мысалы, көбелек тыныс алу әдісі балаларға эмоцияларын тыныштандыруға көмектеседі. Осындай жаттығулар арқылы бала сабырлы болуды үйренеді және эмоционалды тұрақтылықты дамытады. Егер балада қорқыныш немесе реніш сезімі болса, оны құшақтау арқылы баланың өзінің қорғаушы, қамқоршы адам бар екенін сезіну өте маңызды. Бұл сезім баланың психологиялық жағдайын жақсартуға, өзін қауіпсіз сезінуіне көмектеседі. Бала өзін тыныштандыру үшін жағымды музыка тыңдай алады. Мұндай музыка баланың миындағы негативті эмоцияларын азайтып, өзін еркін әрі сабырлы сезінуге мүмкіндік береді. Баланы эмоцияларын басқаруға үйрету оның ішкі күшін, сенімділігін және өмірлік дағдыларын дамытудың маңызды бөлігі. Жоғарыда айтылған қарапайым тәсілдерді бірге қолданып көріңіз.